Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен CapCut приложениесімен танысамыз. Яғни бұл мына приложение. Осы приложениеде біз өзімізге қажетті видеомызды монтаждап, озвучка жасап қолдануымызға болады. Жалпы ішімен танысайық. Бұл жерде көптеген мүмкіндіктері бар. Фото проект деп көбіне осындай видеоларды қолданамыз. Жалпы біз бір видеоны жасау үшін мысалы мынандай футаждарды дайындап, дайын күйінде алып қолдансаңыздар да болады. Мысалы осыны добавить дейін мен. Одан әрі қарай осының үстіне біз жазу жазамыз, иә. Жазу жазған кезде астында міне қараңыздар, параметрлері бар. Мына видеоны кесіп тастайтын болсаңыз, үстінен бір басып өзгертуіңізге болады. Жылдамдығын қосуыңызға болады. Осыны кривой дегенді таңдап, мысалы, былай өзгертулеріңізге болады. Ол сіздердің видеоларыңызға байланысты, әрине. Анимация қолдануларыңызға болады, видео қалай басталады деген секілді. Вот, вывод, комбо ішін ақтарып көрсеңіздер, өздеріңізге қажетті анимациялар тауып алуларыңызға болады. Пока бұл жерде бізге қажет емес. Осы видеоның үстіне біз жазуымызға болады. Эффект деген бар, эффектті қатты қолдана бермейміз. Ол өздеріңізге монтаж қажет болған кезде жарайды. Мына жерде осыларды бір қарап шықсаңыздар болады. Видеода если звук болатын болса, громкость дегенді алып, оны жоғарылатуларыңызға, звугын немесе төмендетулеріңізге болады. Мүлде өшіріп тастауға болады. Бұлай фотоның трансформерді басып, размерін өзгертуімізге болады, иә? Мына размерді кішірейтулеріңізге, үлкейтулеріңізге мүмкіндік бар. Немесе дайын формаларды алып өзгерте бересіздер. Маған мына водяной знакты өшіріп тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Енді мына жерде звук қосуымызға болады. Добавить аудио десеңіздер де болады, немесе мына звук деген астындағы кнопканы бассаңыздар да болады. Осы жерден біз өзіміз видеомызға сай музыкамызды таңдап аламыз. Яғни музыкада запись жасауымызға болады. Просто так дайын видеоға дайын звукты қоса салуымызға болады. Звуки дегеннің ішін таңдасаңыздар, мына жерде дайын музыкалар бар, CapCut приложениесінің өзінде. Мына жерді бассаңыздар, өзі устройстводан дайын звуктан келіп қойға болады. Мысалы, мына жерде менде дайын озвучка жасалынған бар, и соны қойып, мен соған сай монтаж жасаймын. Бұл бізге пока қажет емес. TikToktан алып келсеңіздер болады, өздеріңіз сақтап қойғаннан болады. Так, көбіне бізге таргетологтарға ол озвучка қажет болады, иә? Көбіне озвучка, запись дегенде осы жерден өзімізге қажетті озвучканы жасай береміз. Мысалы, мына жерде таргетолог мамандар үшін CapCut приложениесін қай деңгейде білу қажет деген секілді мына жерде уже жазылды. Таргетолог мамандар үшін CapCut приложениесін осыны, мысалы, біз соңында білу қажет деген кезде уже тың деген звуктар, әртүрлі звуктар бар ғой, соларды мына жерден табуымызға болады. Міне, звуковой эффекты деген бар. Мысалы, осыны қоюға болады, мысалы. Бүйтіп өзгертулеріңізге болады. Бұл нені аудионы мына жерге қоюларыңызға болады. Болмаса мына жерге өздеріңіздің қажет деген жерлеріңізге қоюға болады. Сонымен одан кейін осы айтып жатқан сөзімізді біз текст ретінде жазғымыз келеді, иә? Үлкен әріптермен бетіне жазып қоямыз, обложка ретінде. Соны мысалы қалай жазамыз? Қараңыздар. Өзімнің қосқан шрифттарым. Сіздерге шрифттарды керек болса, оны міндетті түрде береміз. Мынандай шрифттер бар. Кішігірім сөз болатын болса, оны кішілеу етіп жазуға болады. Вот, міне. Осыны енді стиль қосуымызға болады. Мен осы шрифтті таңдадым, и мына жерде былай қоюыма болады, иә? Вот, CapCut тағы да қосамын. Бұл жерде тоже шрифтке бөлеміз. Жаңадай қандай шрифтпен жазу керек, соны таңдап аламыз. Бұл қазақшаға жүрмеді. Міне мынау жүрді қазақшаға, және мынау, иә? Мынау болмай қалады. Мынау нормально. Мен негізі осыны қолданамын. Көбіне стилі дегенге барып, өзімізге қажетті стильді таңдап аламыз. CapCut дегенді басқа түске бояуларыңызға болады. Мысалы, түсі стилін деген сияқты ауыстыруыңызға болады. Мысалы, бұлай, иә? CapCut приложениесін таргетологтар
сосын мына сөздерімізді қай жерге дейін тұрсын соны өзіміз өзгертуімізге болады. Мен осыған қосып жазайын, иә, таргетологтар. Мен бұны мына шрифтпен жазғым келді, және де аққа бояймын. Мына жерден өздеріңізге ұнаған нелерді таңдасаңыздар болады. Мына жерде өзіңізге қажеттісін алуыңызға болады. Бір деңгейге қатып қалатын қағида жоқ. Немесе өздеріңіз түсін таңдалсаңыздар болады дегендей. Фонын алсаңыздар болады былай. Фонын сарыға боясаңыздар болады. Тень, мысалы, қараға тень. Кішкене. Былай жасауға болады. Өздеріңізге расстояниесін өзгертулеріңізге болады. Жалпы өздеріңіз қарайсыздар, өзгертуге болады соны. Деген секілді. Міне, жанында ақты тоже өзгертуіңізге болады. Алып қылсын. Оңтүстік бар мына жерде. Қалай болғанын қалайсыздар, ортада жазылған, бір шетте жазылған, былай жазылған деген сияқты өздеріңізге ыңғайлысын көресіздер. Бұл жерде тоже сондай. Мынаның арасы қаншалық дегендей. Жазында курсив бар. Былай жазылғанын қалайсыздар ма? Инвентаризация бірдей болған. Жалпы осылай бізде. Мына әбден асып болсын. Жасап тастадық. Маған ешқайсысы керек емес бұның. Ортада тұрғаны қажет. Кривая жасағыларыңыз келсе тоже мына жерде бар. Так, жалпы осылай. Енді мынандай эффекттерді қолдансаңыздар болады. Менде негізі про пакет бар, сондықтан менде барлығы қолданылып жатыр. Өздеріңіз былай қарап, ақтарып көрсеңіздер, мына жерде астында көріп тұрғандарыңыздай фотоның суреті и наложение деп тұр. Осы наложениені басамыз. Басқан кезде бізде фотолар қоюымызға болады, иә, әртүрлі. Сол жерде менде мысалы мына наложение пактар бар екен. Футаж дейді. Футаж, пак, наложение. Жалпы осылай. Осыны қоямыз. Басынан аяғына дейін қояйық, иә. Маған қажеті осы наложение. И мына жанда қара түсін қалай алып тастаймыз. Мына жерде үстіне бір басып қойсаңыздар, астында менюлар қарасаңыздар, удаление фон, удалить фон деп тұр. Осы фонды аламыз, хромакей дегенді басамыз, мына үшінші тұрғанда. И хромакей дегенді басқан кезде мына пипетка тұрады, сол пипетканы қараның үстіне қоямыз. Ақтың үстіне қойсаңыздар, қара қалып кетеді. Сол үшін қараның үстіне қоямыз. Тени дегенді керек емес. Міне басып көрсеңіздер болады, бір, иә. Өздеріңіз тексеріп қарап көріңіздер. Осылай болса жетеді. Міне. Сіздер мына жерге негізі қара түсін алуларыңыз керек. Пактың. Мына футаждың. Тағы да футаждар менде. Мысалы, мынаны қоятын болсақ. Деген секілді бүйтіп қоямыз да. Мына жерде бүйтіп қойып қойма болады. Шетте. Осының фонын удалить тастаймыз қарасына. Хромакейді аламыз. Міне пипетка деген бар. Міне пипетканы қараға қоямыз. Ол кезде міне осындай нәрсе пайда болады, достар. Қалай футаж қою керек дейтін болсаңыздар, вот осылай қоямыз. Мамандар үшін капкат приложениесін қай деңгейде білу қажет. Енді мына жерде видеода артық болып тұр, аудиомыз, соны кесіп тастауымызға болады. Звук дейміз, мына жерде бізде видео бітеді. Осы жерден мынаны кесіп тастаймыз. Разделить дейміз, ғана алып тастаймыз. Мына жерде мына аудиомызды тоже солай, оны тоже алып тастаймыз. Сонда бір уақытта бітеді, көрдіңіздер ма? Вот, видеомыз осындай болып шықты. Таргетолог мамандар үшін капкат приложениесін қай деңгейде білу қажет. Сақтаған кезде міндетті түрде үлкен несін қоямыз барлық жерге. Качествоны. И солай сақтаймыз.